Бұл Алматы облысы Жерұйық ауданының орталығы Алтын Адам қаласы. Ал бұл мен аудан әкімінің орынбасарымын. Бұл менің қызметтік көлігім. Ал мынау кісі менің қызметтік көлігімнің жүргізушісі. Мен қазір не істеп жатыр деп ойлайсыздар ма? Мен сол мен сіздерге өз жұмысымды өте қатты жақсы көрем деп нық сеніммен айта аламын. Жатыр едім жайлауда, пішен шауып ай, шай көйлегім су болды. Жаңбыр жауып ай, кішкентайдан бір көскен, аяу құрбым ай, сенсіз қалай енді мен жүре аламын. Көріңіз. Сәлеметсіздер ме? Сіз неге өзіңізше белсенді болып көрініп жүрсіз? Күлсара Тілеужанқызы алдына жан салмайтын әкімнің бірінші орынбасары. Бұған дейін аудандық сіз қызметін 7 жыл басқарған. Тұрмысқа шықпаған, жұмыста өте қатал болғанмен таптырмайтын маман. Түсінбедім. Жақында журналистер келгенін білесіз бе? Иә, әрине. Мен оларға шаруашылық өндіріс объектілерін көрсеттім. Сосын, қызықты жерін айтпайсыз ба? Сосын негізгі мәселелерді талқылап, оларға интервью бердім. Бағана өзіміз көрген өндіріс объектілерін көбейту қажет. Инвестициялық климатты жақсартып, қаржыландыруды тарту өте тиімді, дұрыс жолға қойылу керек деп есептеймін. Әзірше ондай өндіріс орындары аз, бұл әкімдіктің тікелей міндеті. Әкімдіктің тікелей міндеті. Өндіріс аз. Енді әзірше аз дегенім ғой. Ал сол репортажды өзіңіз көрдіңіз бе? Жоқ, қалай шыққан екен? Енді бұл жақ таулы жер болғаннан кейін біздерде плотиналар, дамбалар өте көп. Соларды күшейту мақсатында біз арнайы құжаттарды дайындадық, бірақ қаржыландыру 2 жылға дейін созылуы мүмкін дейді. Біз үшін ол өте ұзақ уақыт, сондықтан да соны жеделдетсе жақсы болады деп есептеймін. Рахмет. Гүлжайна Гарифуллина, Берік Түменбай, Жомарт Зиябек арнайы керектігі үшін. Мен сізге сол кезде айттым ғой. Арман, бұл журналистер рейтингі жоғары бағдарлама дайындайды. Қандай? Сондықтан бұлардың репортажы біздің жұмысымыздың презентациясы сияқты. Ұятқа қалдырма, жақсы дүние болып шықсын, жарай ма? Әрине, Саттар Қасымов. Сенің қызметің әсер етуі мүмкін, байқа. Ұятқа қалдырма, мен саған сенем. Өткеннен бері айтып қоймай жүрген қара волганы ақыра алдым ғой жарты бағасына. Бір-екі жерлерін жөндеп, мен Құдай қаласа сатып жіберу керек, нормально баға қалады үстінен. Қайсы сен тез өтіп кеттің десең, байжаспай. Бәрі идеально. Вложение требуется десең өтіп кетеді. Қой, барын, жоғын жоқтай жазу керек қой. Машина сатам, қара волга, объемы 2-4. Бұл машинаға Мадина Садвахасованың өзі отырып кезінде қызығып кеткен деп қоймайсың ба? Ол кезде машинада жаңа еді. Мадинаның да тұрмысқа шықпаған кезі. Енді әрине ұсақ түйек жөндейтін жерлері бар, күнделікті жүруге жарап тұр. Туылып атқан сәбидің өзі черепный давлениемен туылып атқан кезде 2005 жылғы машинадан не сұрайсың деп қоймайсың ба? Аты Волга болғанымен азан шақырып қойған аты черная молния деп жазып қойасың да. Ешқандай ішкі дисциплинаға сәйкес келмейтін дүние. Этика бойынша комиссияға тапсыру керек бұл нәрсені. Мынаған 50 мың кетті ме? Болған жарты бағасын апсың ондан. Скидкасымен ол 50 мың.
Негізі 100 мың бұл. Ой. Иә, Пасойский маған 50 мың деді. Не бекем көздерің бақырайып тұр, 50 мың чегін көрсем ба? Қалтамда тұр. Сенеміз, брат, қой. Қисық. Онда мынаны дұрыстап түзіліп істеші, өзің сияқты қис айтпай, мақма? Бол. Миллионның чегін көрсетсең көрсетейін деп тұр ғой бұл. Қой. Әпкесі бар ғой басалда чек. Мынаны қашан істейсің сен? Қазір бітіп қалды бір. Бітіп қалды деп мынаны вообще бұзып бітірмей, дұрыстап істесейші наны. Иә, братан, бітірем қазір. Алло. Я қара волк сатам. 2005 жыл. Моторы идеальный. Не емес енді, кішкене трайт етіп тұр, аха. Қыз айдаған ғой. Қыз болғанда жаман салақ қыз екен, ішін тазалатып жіберу керек болып тұр, химчистка жасатып. Қойыңыз аға, ондай баға болмайды. Волганың өзін металға өткізетін болсаң 500 мыңнан артық береді, қойыңыз аға. Вообще Жетісайда қауын тасыған ғой аға. Алло. Алло. Қоқ қоя саған жынан. Конечно, қоқ қояды. Мұнадан кейін мен де қоқ қоятын ем. Енді сол сенің жаңа рекламаңа болы ауылдан әуре болып келмейтін жер. Братан, мынаны қос дайындап, жөндеп қойдым мына. Қараңдар ал. Ал, бісміллә. Күрсәрет тұржаңыз, өзіңіз айттыңыз ғой алдында, бұл проблема. Енді бұл әкімдік көтермегенде кім көтеріп бұл мәселені? Ой, болды, комиссия шешеді, басымды қатырмаңызшы. Өйтіп айтпаңыз. Әріптеспіз ғой, ет болады. Скоро сіз де Аманжол ағаңыздың артынан кетесіз. Қайда әріптес? Қалай сонда? Оның әкімдік мерзімі жақында аяқталмақ. Сонда жұмысын ары қарай жалғастыра алмай ма не? Қалатыны не қалмайтынын тек аудан әкімі ғана шешеді. Оның көрсеткіштері төмен. Оған басқа мүмкіндік жоқ сияқты. Егер сіз абайламасаңыз, Аманжол ағаңыздың артынан кетесіз. Сіздер сияқтылардың 100-ын қабылдап 200-ын шығарып саламыз. Ой, анау не? Ол мен досым ғой, кешіріңіз қазір бір минут. Бәсе. Мыналарың не, а? Байқамайсыңдар ма? Жалғыз синтезаторды өртеп. Тимеш оған. Мынауға бұзған. Онда ора бер. Отыр. Жігіттер деймін да. Қазір заман бір жақсы жер деймін да. Қыздың инстаграмына кіресіңді не жейді, не жемейді, не ұнайды, не ұнамайды, бәрін біліп отырасың. Вкусыңа келетін бүкіл вариант бар ғой, кейде бірақ инстаграммен танысып аласың да, өмірде ондай болмай шығып. Настроениесіз қайтатын күндерде болатын еді ғой. Қисық, егер қыз сәл үлкенде болса, онда қайдан білеміз? Онда Майлыров агенттен таба саласы да. Жоқ, одан да үлкен, ондайда отырмайды. Онда ауылдағы архивтен іздейсіз ғой. Енді бұлай жай связь болса болды деп простой телефонмен жүрген қыз. Түсіндім аға. Бәсе, бұл кісіні нені намектап отыр десем, ол мекен жегемді қалай зерттеп алсам деп отыр екен ғой. Мәке, бүйтсеңші фото альбомына қарасаңшы сіз. Мектепте қалай жүрді, кіммен жүрді, қанша жігітпен жүрді, қай жерге барды. Кешіріңіз, енді өзіңіз білесіз ғой, жас бала емессіз ғой. Неге күліп отырсыңдар, дұрыс айтып отыр ғой. Жіберші анан. Тиме, сен ба бұзған? Есек. Мәке, өзіңізді постоянно күйдіресіз ғой болсын? Аузың жауып тұршы бол, үндеме. Не үшін машина түтіндеп жатыр? Енді машина болған екен түтін дейді де, сен де қызықсың. Не істеп жүрсің аудан әкімдігінде? Бір тірлік тындырып жүрмін. Қандай тірлік? Айтпайым. Ой. Менде де бір-екі жаңалық бар. Қандай? Айтпайым. Онда бүйтіп келсек, бірінші сен айтасың, одан кейін мен айтамын. Келістік па? Енді менде андай бір қуанышты жаңалық емес енді. Ой, айта салшы енді. Кешімді әкімдікке журналистер келген ғой. Так. Мәңгілік бақос... Не істеп атсыңдар екеуің, Мей жоқ, топастар. Бұл аспапты қалай ойнайтын білесіңдер ма сендер? Кімдер ойнаған білесің ба бұл аспапта? Бұны дәу адамдар ойнаған.
ірі денесі. Папалар тартқан. Ойнап айтады. Жігіттер, мына жүрісіңіз болмайды. Бізбен жас жігіттерді қараңдаршы, ел басқарып жүр. Бірден естіп, бір жұмыс істейік, мына жүріс болмайды, жігіттер. Әкім орынбасар болып кетсем екен, Сөйтсей. Кайф қоя? Шірей болып, кәсім шалбарды киіп ап, ұстағаның портфель. Пай. Бұзауымды берсем, Волгамды сатшы берсем, орынбасар болып кетейін деп тұрмын мен. Немене осы ырым ба? Осы жұмыссыз жүргендердің барлығы осы бірдеңелерін, бағалы бірдеңелерін сатса болды. Жұмысқа кіре салатын. Ырым емес ол. Скоро салт дәстүрге айналып кетпесе болды ғой. Бұл бәле жұмысқа кіріп те шығып та көрмеген екен ғой. Негізі мен сол орынға өзім көріш. Қалай сен тырысып көресің? Идея мен ғой? Идеяңа идея ме? Бір идея қарыз болам да, есіме түскенде соны айтам, сен аласың. Мына орын маған дәл келіп тұр ғой. Оның үстіне ертең аман жолың орынбасар болсаң, көрген білген ағайын жұрттың бәрі айтпай ма? Мынау немене? Өзің туысқанын тартып алған ба деді. Шынымен де ұқсайсың сен. Қуа бермеңдеші. Ешқандай туысқандығым да қатысым да жоқ. Енді сендерге идея айтпаспын. Бірақ Куба, сен орынбасар болсаң да, мен орынбасар болсам да, қазірден айтып қойын, кісі болып кету жоқ. Араластығымыз осы күйінше қасын. Сосын бір-біріміз тартып дегендей. Конечно, сол ғой. Мен уже декан директор болғым кеп тұрей. Неге таласа бересіңдер? Бір сендерге бір жұмыс дайындап қойғандай. Бергеш бір татайшы кел. Дәу адам құсап. Сыр. Давай. Мәңгілік бақ қосым, қоштасқым келмейді. Нең бар енді олай сөйлеп? Отырсың ба, тыныш отыра берсе, үніңді шығармай. Бізде Құдайға шүкір бәрі жақсы ғой ауданда. Су бар, жағдай бар, ақша бар. Енді көтеріліп келеткен кезде не болды алайын? Ұшасың да кетесің енді. Жоқ, Қайраш, бәріміз қорқып отырсақ не өзгереді? Ештеңе де өзгермейді. Мен анда өзгерге болатын нәрселерді айтып жатырмын да. Оның үстіне мен шындықты айтып жатырмын. Жоқ, шындықты айтып шырылдап жүрген кезде шыңғырып қалмасын деп жатырмын да. Сен де дұрыс түсінші, Арман. Мен саған жаным ашып айтып отырмын. Қайраш, сен маған ғана жаның ашып отыр да. Мен бүкіл ауданға жаным ашып айтып жатырмын соны. Қой берші, бәрі жақсы болады негізі. Кім? Алло? Мен әкімдіктің алдынамын. Қазір барам, қазір. Кім? Қайраш, сен осында күтіп тұршы, мен жиналысқа кетіп шығайын. Мен де барайыншы. Қойшы, осында бол, ет болады. Арман, сен терезен қай жаққа қарайтын еді? Сиырдың саны басқа аудандарға қарағанда 3 есе көп болғанымен, сүт өндірісіне келген кезде 10%-ға да жетпейді. Сондықтан ауданда сүт зауытын ашып, өндіріспен айналысу керек. Қашанғы бұзауларға емізіп қойып отыра береміз. Ол үшін арнайы кәсіпорын ашу қажет. Мен аудан әкімі ретінде бұл тапсырманы Арман саған жүктеймін. Кешіріңіз, қандай тапсырма? Арман, сүт зауытын айтам. Жоба келесі аптада дайын болатын болсын. Іске бүгіннен бастап кіріс. Ал сіз қадағалаңыз. Қараш, менің туған өлкем қандай керемет әсем. Мынау көкте қыран қалықтап, табиғи ресурстарға бай, ауасы қандай таза. Ой, шіркін, менің туған өлкем. Африкадағыларда осылай айтатын шығар, ой, менің туған өлкем қандай деп. Кім туған жерін жамандайды? Шын мойындау керек. Мына жер жәннаты жетісу дейді. Мен қандай керемет. Жер жәннаты жетісу екенін білеміз. Табиғатымыздың тамаша екенін де білеміз. Міне, осы тамаша табиғатымызды осыны игеріп, елдің игілігіне пайдаланатын басшы жоқ қой бізде, басшы жоқ.
жақсылап әкімсің негізі. А? Қайрош, осы сенің есің дұрыс емес қой дейме? Ода тұрған не бар? Просто маған сондай нәрсе ұнайды да. Әдемі кабинетте, кондердің астында аппақ көйлек киіп алып, жұмыс істеген күшті емес пе? Осы саған бір нәрсе тапсырды ау дейме? Орнынан тұрғызып жіберді ғой. Жоқ, мен айтам да. Ертең көктемде қар еріп, ауылдарды су басып, чепі болған кезде, куда смотрит Акимат? Акимат қайда қарап отыр деп, елдің бәрі шулап шығады ғой. Дұрыс айтасың. Бірақ енді қарақан басын ойлай берсең, халықты кім ойлайды? Мысалға мен бір депутат па, министр ма болсам. Бірақ Арман, көз алдың елестетші. Мысалға сен берілген тапсырманы орындай алмай қалдың. Болды қоя, төмен қарай кеттің қоя, болды қоя. Брат, ксерекс керек па? Ксерекс. Ксерокопия. Кешіріңіз, ксерекс керек па? Қарындас. Қайрош, ондай болмайды. Мен әлі бастық болам, Қайрош. Сөйтші бастық қош. Біз те жайлап тартарсың заман қып па. Әйтпесе бізден үміт жоқ бастық болады. Көп қой шіркен еркем ай, алтын басын не қылам, қорлаған мен еркем ай. Үшеуміз бар ғой? Анекдоттың кейіпкерлеріне ұқсаймыз. Ол қалай? Бір участковый, бір депутат, бір саудагер карта ойнаған ғой. Саудагер отылып қапты. Сөзі әйелге байқалет дейді, әй, 3 күн болды ойнап отырғандарыңа. Кетіндер бар, үйден кетіндер десе, саудагер айтты, әй, қатын айғайлама. Бұл біздің үй емес, деп айтты. Ай, жақсы айтыпты. Ал құттыға, міне, бұлай жүрейін. Қалай анадағы планды бүгін орындаймыз ба? Мен милицияға ұмытып кеттім ғой. Негіз бар ғой, форма кимесең бар ғой, бір ауылдың алқашына айнымай қалады екенсің сен. Қайдағы алқашы, летчик. Сендер не? Білінбеген білдіргенде бірдеңе білдірейін деп отырсыңдар ма? Болды жай қалжыңдап отыр ғой, не болды саған сонша? Форма киме тұрғанда бір қалжыңдап қалайын дегенім ғой. А қалай форма киесің? Түрің өзгеріп шыға келеді осы. 180 градусқа. Бас. Түрің өзгеріп, сұсты болып, бір артық сөйлеп қойса болды, дубинкамен ұратындай болса. Пьяно терпение де сельвиня. Сіз мені боқтап отырсыз ба? Жай әншейін. Арғырт ойнай берейік дегенім ғой. Жүріңіз, карта алып. Сен ауылды басқарамайсың. Мен болсам, жайнатып жіберер. Ал сен сорын қайнатып жатсың. Ай, сен не болды? Жүсіп, мен дебатқа түсейін дедім ба? Несі бар, түсем. Баяғыда менен көшіріп алатын еңдағына. Өзім жаздым дейтінен ғой. Бала кезінде. Между прочим, жүке, мына жақсы оқығандардан жақсы басшы шықпайды. Мына статистика бойынша, біздегі әкімдердің 60-50% үшпен оқыған екен. Ал біз адал болатын едік те. Ай, саған не жетпейді біз? Мен бәріңе жұмыс тауып берген жоқпын ба? Мысалы, саған, сені бас агроном қойып қойдым ғой алда. Инвесторлар шақырып, бау-бақшаның бәрін жайнатып қойған жоқпын ба? Ток жетпей, энергия жетпей, светтерінің бәрі лыпылдап тұрғанда, трансформаторлар әкеп орнатып тұрып, тоқты көбейтіп, шықшы кешке. Ауылдың көшелер қандай жарқырап, жайнап тұрады. Соның бәрін сен істедің ба? Сенің атың онда Арман болды ғой, жасың 27-де, толық сары бала. Армансың ба сен? Сен бірден айтамай тұрсың ғой сен. Ішіңде не бар? Айтсай? Айтшы. Газ кіргізбейсіңдер ме ауылға? Қашан жүресіңдер? Сол ма? Ол менің жұмысым емес қой. Оны ол шешеді ғой. 2018 жыл осы биыл. Ауылға газ кіргіземіз деп отыр. Шыда, сабыр қыл. Бітеді, шыда жаным, шыдай түс шыда тағы. Бұл өмір шыдамдылықты ұнатады дейді. Маэстроның өзімен өзі дауыстап сөйлесетін әдеті бар екен.
Психологтардың айтуы бойынша, бұның ешқандай қауіп қатері жоқ. Есі ауысып кетудің де белгілеріне жатпайды. Бұл мекеннің үйіне барып, фото альбомын сұрауым керек пе? Үйіне қалай барам? Ей, қалай барам дегенсіз? Бар, жігіт емессің бе? Жігітпін ғой, бірақ әкесі бізге қарсы бар. Ей, бірдеңе қылып, әкесі жоқ кезде баруға болады ғой? Амалын тауып, жүре бересің мысалы қарсы деп. Ендеше, үйінде летчик жоқ кезде барып, шай ішіп отырып, бұл мекеннің фото альбомын сұрап алайын. Сөйтейін. Қазір 21-ші ғасыр. Иә. Мен сенен дубай сұрап тұрған жоқпын. Газ деймін, газ сұрап тұрмын. Корейский пеш алғаныма 5 жыл болып еді. Әлі жатыр үйде. Ей, Жүсіп, тәуба қылса, осы күнге тәуба қыл. 90-шы жылдары, 2000-ші жылдардың арасында қалай өмір сүрдің білесің ба? Бидай қуырып жеген жоқпыз ба? Мына ауылдың бәрі спиртке су араластырып ішіп, жартысы алғаш болып кетілдеді ғой. Тәуба қылсай, сен өзіңнен бе келтіріп берші мысалға. Светке қарызыңды 2016 жылы барып, құтылған жоқсың ба? Әйелдер сияқты контратаға шыққан жақсы көресің, Аратырмызда. Осы газды бар ғой, маған тапсыршы. Пырылдатып тұрып, бәрін істеп тастаймын. Арманың сол екен ғой, бәлді соны бірден айта салмайсың ба? Бірден айтқанда айтпағанда. Берші маған. Болды. Ой. Міне 1000 теңге. Ал енді сен бер. Әкімшілік құқық бұзушылық баптарына сәйкес азарт ойынды ақшаға ойнауға болмайды. Қандай бап екен келесі жолғанда кездескенде айтам. Ни дискино, ни сигарето, ни пиано. Немене? Сөйтіп балағаттамаңыз. Шырағым, бұл итальян тілінен аударғанда мен сенен ақшалай деп отырғам жоқ. Мына екі бірдей жиенімнен ақша алсам, екі қолын қалтырап қалмай ма мен? Осы сіздің бар ғой, Құттөке, итальяншаңыз бар ғой, өтірік сияқты маған. Иә. Егер өтірік болса, мен шетелге шығып, саяхат жасағым келер ме еді? Ане, мен Қытайға барсам, қытайша білу шарт па маған? Осы сізді Лас-Вегасқа жіберу керек қой деймін осы. Қолына $100,000 беріп па? Барғаннан кейін анау, рулетканы фырт етіп айналып жіберсе ғой тағы да. Паш шіркін не дейді ау? Осылай отырсаңыз ана жақта, пақ шіркін деп. Арманыңыз күшті ғой сіздің. Жарайды. Мен қолым жүрмеді, мен кеттім. Болдың ба не? Рахмет. Құттыбайға жақсы. Жарайды. Лөтшік жақсы. Сен мені мына участковыйдың алдында абыройымды айрандай төктің ғой. Фиеско ғана жаздадың ғой. Ренжімеңші, мен сонда бір жаман әдетім бар. Құпияны айта салатын. Бар болғыр. Одан да үш әйелдің қасына барып өсек айтып, шемішке шағып отыр. Негізгі планды бүгін бастаймыз. Солай ма? Сосын мен келгенімді әкелерің айтып жүрмеңдер. Келді не әкем? Қош. Қалжың ғой жеңешке. Ой, сен де. Анау анекдоттағыдай болып қалдым ғой. Күйеуі командировкадан ерте келіп қалған кезде әйелі қайда тығыларын білмей қалады ғой. Қандай анекдот айтып беріңізші? Айтып берейін. Бір күні ол болмайды екен ғой. Ұят болады. Айтуға болмайды. Осы ол мекеннің фото альбомын алып қараса бола ма? Оны не істейін дедіңіз? Жай, тек бір әпкелеріңе арнап бір ән жазайын дегенім ғой. Жездеміз мықты. Онда балдыздарма деген ән жазып беріңізші. Сосын мен сізге альбомды әкеп берем. Балдыздар ма? Иә. Болды шығарып берем. Қазір шығарып беріңіз. Қазір қайдан шығарып беремін? Мен суырып салма композитор емеспін, аяқ астынан шығара беретін. Қатырадай бір, шәмшік айтқандай айтты ғой маған, қазір шығарып берсеңші деп. Аслан, осы аяғыңа не болды сенің? Больничный алғым келген ғой.
Сөйттім да анау жинап тұрған шөп бар ғой, соның үстіне секірдім, баңқ ете қалдым. Аяқ сынды. Берді ма енді Жүсіп аға больничный? Больничный берген жоқ. Балдақтырып берді, жұмысынан қалмадық қой. Байқадыңдар ма? Мына ауылға әлі үйрене алмай жүрік. Бір жеке секта сияқтымыз. Или диаспора. Не де болса жағдайымыз жақсы. Айтпас едім. Мектепке мұғалім жетпейді ғой, білесің бе? Жетпейді. Мені шақырды ғой. Өткен мектептің жанынан өтіп баратсам, бір мұғалім шықты ішінен. Ей бала, сабаққа кір деп бүйтеді маған. Сосын қаштым. Қайдағы сабақ. Жарайды енді. 40-ына шыдағанда 41-іне шыдаймыз ғой. Бірақ енді ертең газ тартуға, трубаға $1000, счетчикке $500, анаған $200, мынаған $100 кетті деп қалтаны қағып шығасыңдар ғой. Ой, Жүке, бұл бүкіл әлемдік тәжірибеде бар. Кімде? Ақшта бар ма? Вот именно сол ақшыңға өмір тіршілік бізден жаман. Қой. Ертең айтпай-ақ қойды маған. Жаман деп. Сен білесің бе, бері қарады? Сен білесің бе? Айтшы. Біз конституция бойынша қандай мемлекетпіз? Қандай? Мен білем қандай екен. Әкім ретінде сені білеме, білмейме деп сенен әдейгі сұрап тұрмын. Қандай мемлекетпіз? Айтшы, білсең. Әкімсің ғой сен. Мағым, ол мекенді құшақтап тұрған? Бөлеміз. Туған бөлеміз, е? Намынау? Бөлеміз. Сонымен қайсысы болды? Нағашымыз ба? Бөлеміз бе? Бөлеміз. Мына біздің лагердегі кезіміз ғой. Әкелерің келіп қалған жоқ па? Қарап қойыңдар. Әкем келе жатыр. Қош, шынымен бе? Шын келді ма? Келе жатыр. Жарайды, жақсы. Кейін. Жүке, бірінші бабын оқыңыз. Жақсылап. Оқиын. Даусыңыз шығарып оқыңыз. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Көрдіңіз ба? Қандай әдемі және дұрыс жазылған. Бер қараңыз. Мәселен кейін, сіз скорый помощь шақыра қалдыңыз делік. Сол скорый помощь байға да, кедейге де, саған да, маған да тегін керек. Бізде бәрі бірдей. Пожарный, мұғалім ба, полиция, агроном, әкім, бірдей бәрі. Ал енді сол жаңа скорыйыңыз, шақырған скорыйыңыз. Енді шамалы кешіккені болмаса, тегін емдеп кетеді ғой. Сол скорый Америкаңызда медстрахованияңыз болмаса, емдемейді да, қарамайды да, келмейді да. Міне әлеуметтік жағдайды қараңыз. Енді Құдай бетін аулақ қылсын, үйіңізде суалды делік. Үкімет ақша төлейді. Ал Америкада сіздің мақтап отқан страхованияң болмаса төлемейді. Үйің судың астында қалады. Енді қараңыз, бізде бензин 40 цент. Алғанша? 160 теңге. Түсіндіңіз бе? Бірдеңе түсіндіңіз бе? Түсіндім. Мен өзім оқысам түсінбеймін де. Айтқанын кейін түсіндірмей айтқасын. Мойындағаныңа рахмет. Өзің оқи алмайтыныңа, өзің білімің төмен екендігін мойындап жатқаныңа рахмет.
О, Қайрош, не бітірдің? Сиыр саттым барып. Қойш, не үшін? Секрет. Ой, сен секрет деген көбейіп кетті ғой. Қыз сияқты. Алматыға кетуім керек, Қайрош. Бірге барамыз. Жай ма? Заочный оқуымның емтихандары басталып жатыр екен. Соған ғой сиыр сатқан дейді. Бәсе. Қашан шығамыз? Сіз қалаған уақытта. Мен қалаған уақытта такси жүре ма? Ой, такси демеңіз, мен көк ламборджиниімді. Көк тұлпарым ренжіп қалса, жолда тоңқайтып кететін дейсіз ба? Болды, беріңіз. Сен бар ғой осы. Өтте аккуратный жақсы жігіт. Қойыңызшы көке. Ай, екеуміз үйге барып, балменен, сүтпенен, қаймақпенен бір керемет жақсылап шай ішіп кетеді, а? Онда магазиннен бар нан алып келейін мен. Сен ауру болма. Үйден нанның түр түрі бар. Бөлкі нан дейсің ба, тандыр нан дейсің ба, құдай ау шелпек нан бәрі бар. Тек үйге барақ жүр. Көке бәрі дұрыс па өзі? Мен что-то күмәндана бастадым ғой сізден. Ай, шырағым ай. Адамның көңілі бір атым насып айдан қалады деген емес пе? Өзі үйге барып, шайдың үстінде дұрыстап әңгімелесейші. Көке шайдың үстінде емес, шайдың астында қалсын, айта берсеңізші. Бірдеңе естігім келіп тұрады бірден. Мейлі, сондай-ақ болсын. Шайдың астында болсасын. Жүр, үйге жүр. Өзің көресің, жүре ғой. Үйге жүрші. Ал, жарайды енді. Иә. Бәрін дұрыс айтты. Енді бір сұрақ. Қой, бәріне жауап беремін. Ал енді сен әкім ретінде неге ауылға теплица салып бермейсің? Бірақ ол сенің қолыңнан келмейді. Менің ба? Сенің. Конечно, сенің. Бәстесесің ба? Бәстесем. Миллион теңге. Ой, ондай ақша сенде жоқ қой. Бірақ сен табасың, иә? Кредитке алсам да тауып беремін. Бірақ сен сала алмайсың. Қанша уақыт? 3 ай. Пішту, ашам мен. Ашамайсың, көрем ғой сен ашқа. Ақшаны санай бер, ақшаны санай бер. Сана дайын ақша. Ақша дайын тауып беремін саған. Жерден қалсам да тауып беремін. Ал, Оразжан кел. Жоғары шық. Қана. Кел бара, кел. Кел, жоғары шық. Қалайсың? Сіздерге не болған, Осы мен аман жолдың орынбасары тағайындайын деп жатқан жоқ па? Ой, Ореке, надо будет, оны да шешеміз біз. Иә. Жоғары шық. Иә. Сізге ақыл кірейін деген екен. Несі бар? Болсаңыз боласыз. Тамаққа қара. Мына керемет басылған болау. Сайлайтын болсаңыздар отырмыз ғой. Ой, негізі менің ата-бабам хан болған ғой. Айттым ғой мен сізге, тегін адам емес бұл. Ана Ғайбулла деген атам бар емес па? Ол хан бол біраз жыл отқан ғой. Әні, айттым ғой мен. Сонда сен хан боласың ба? Жоқ. Әзірге енді уәзір болсам да шамалы уақыт болатын жоқ, сосын көреміз ғой да. Бәрекелді, дұрыс-ақ. Сосын көре жатармыз. Иә. Тамақ алыңдар. Балаудан бір әдемі піскен балау алыңдар. Дәмді қып жасап тұр. Айтпа. Қайрош, не ойлаймын да, Алтынайым сондай көзі ашық, көкірегі ояу, ақылды, заманауи қыз да. Иә. Ойлаймын да, болашақта біздің балаларымыз да сондай ақылды бола ма? Әрине. Бала деген көргенін істейді ғой. Мысалға Алтынай сварщик болса, Алтынайдан туған қыздың да сваркадан хабар болады. Мысалға мына бір 14 арматурға примерно бір 2 пачка электрод кетеді дегендей. Айтпақшы Арман, Алматыға барыпшы. Өз-өзіме бір сюрприз дейін деп жатырмын. Қандай сюрприз ол? Секрет. Бергел. Ал анан. Сөйтіп қалтаңа сал. Не ауыл болса болды ма саған? Әлде күрдойсың ба? Алмай. Шаң боқ балды жүр. Қазір сен үстің шаң болады білесің ба? Жай сөзбен айтқаннан кейін алса таяқ жейсің қазір. Брат, қоя сал. Мен каратадан черный пояспын. Қажет емес.
қазір поясыңды ағартып, шаңға аунатып, оңдырып жіберем. Надо будет тренеріңді ертіп кел. Гүлнар, аудандық бизнесті дамыту бөліміне хабарласып, запрос жаса. Кір. Ассалаумағалейкум аға. О, бастығым менің. Қалайсыз, алейкум. Жақсы аға. Ал, жайғасыңыз, отырыңыз, төрге. Жоқ аға, ұят болады. Аға сыйлаған халықпыз ғой. Мен сізге қонаққа келіп отырмын. Ай, бәрекелді. Мінекей, жөнді білетін жігіт дейді бұны. Бұна, ана Жүсіп болса бар ғой, ұялмайды ол. Отыр десең отыра береді. Ол бір битеді кей кезіне. Таңертең ерте келіп, мына менің креслома отырып алады ғой. Сөйтіп бір шірене. Сол кезде мен келіп қалам дағы, босатсай десең, мына креслоның демірама біразға дейін өз-өзіне келе алмай барып сөйтіп босатады да. Кешегің не сен? Бастықтарың сонша жаманды. Бірақ дегенмен молодец. Міне, сендер секілді жастар батыл айтпағанда кім айтады? Яғы мен ойлаймын да, негізі өзгертуге болатын дүниелер ғой деймін да. Енді дегенмен де сабырмен, байыппен шешу керек. Бұл қазақ деген халық, сондай сабырлы халықпыз ғой біз. Яға, дұрыс. Бірақ мынау табиғат апатынан ешкім құтыламайды ғой. Дегенмен сақтансаң сақтаймын деген. Дұрыс. Осы Оразжан, сенімен өзі біраз ақылдассақ па деп едік? Иә. Айта беріңіздер. Мынау электр қуатынан ешкімге жарайламай, білдірмей, лебей жасасақ қайтеді. Ақша табайық. Аманжол біліп қойса басымыз кетеді ғой. Жоқ, енді ол нәрсені ешкімге білдірмей жасаймыз ғой. Баппен асықпай. Өзіңе пайда болады. Бірдеңе аласың ғой. Қомақты ақша. Көп па? Бірдеңе болады ғой. Ойланатын нәрсе екен, Шайдан ал. Аға, оны қоя тұрайық, мен сізге өте маңызды ақпаратпен келіп тұрмын. Иә? Қандай ақпарат? Енді сізді барынша сабырлы, байыпты болуыңызды сұраймын аға. Жүсіп қайда кетті? Жоқ, ол емес аға. Бірақ бұл хабар сізге бұдан да бір жаман хабар болайын деп тұрды. Аманжол Жоламанұлы, сіздің әкімдік мерзіміңіз бітіпті. Аманжол аға, Гүлнар! Аманжол аға, Гүлнар, врач шақыр, Гүлнар! Аманжол аға, аға, Гүлнар! Терең демалыңыз аға. Сенен таяқ жемейтін шығар мен. Менімен ойнап тұр ғой мынау. Қалай жоқ? Секош пен Фарида кетіп қалды дей ма, не дейді аға? Уже кетіп қалған ба? Оңбағандар! Сенің ана Фарида құдашаң, Секош екеуі менен киттіп, вакцинаға 4 миллион теңге недостача жасаған. Масқара. Оған Фариданың да қатысы бар болуы мүмкін. Секош деген бәле? Араш мас болса, түнгі сағат 2 ма, 3 ма маған телефон соғатта тұрады ғой. Я. Секош. Секош! Сағат қанша болды, Секош? Ішіп алып, мас болып бос. Қойсайшы! Ауылды қалай басқарам өзім білем, Болды! Сен нақ қорқпайсың менен, Ауылдың бәрі қор... Кетесің ба? Кет! Кет! Сенсіз-ақ врач табылады. Кетпесең өзің құртам. Болды! Хайгон.
Сикош. Ол маған ренжіді ма, жоқ әлде карьера қуып кетті ма, білмеймін ғой, кетті ғой әйтеуір. Аға, врач шақырайын. Ой, шақырмай-ақ қой, ауырып тұрған жоқ. Арман жасадым да. Осындай хабарды естігенде әкімдер талқылады ғой негізінде. Бірақ сізде шақыра салатын врач та жоқ екен ғой ол да. Уақытша ғой. Мына Төрген жақын, сол амбулатория бар, соған бара саламыз. Ойбай, не істейдім? Не істеймін дегенде аға Түргендегі врачқа барайық. Ой, мен оны айтып тұрған жоқпын. Мына креслоны не істеймін? Жоқ аға, бұны бітейік. Жақында сізді аудан әкімі қабылдауға шақырады. Сол кісінің алдына отчет бересіз. Бүлдіргеннің көрсеткіштері жаман болу мүмкін емес аға. Ой, жаман емес. Сондықтан да мен сізге бұл отчеттарды дайындауға көмектесейін. О, дұрыс. Я? Дұрыс, солай істейік қазір. Алло, Мадина. Арманды неге соншама төбеңізге шығарасыз? Әсіресе кешегі журналистердің алдындағы қылығын айтам да, айтқандарының бәрі тура сізге тиісіп тұрғандай болып көрінді маған. Иә, Маржан. Саттар Қасымұлы, сізге облыс әкімі хабарласып жатыр. Облыс әкімі? Тыныштық бекен? Арманның шуымен ғой сол. Басқа не болар дейсіз? Ол кісі көрген, облысты басқа көтерді. Ал сіз сол үшін ұрыс естейсіз. Алло. Сәлеметсіз бе, сансыз бе, Мырзаханұлы? Сәлеметсіз бе, Саттар Қасымұлы. Кешегі ауданнан жолдаған сыйлықтарыңызды көрдік теледидардан. Сіз айтқыңыз ба ана балаға бәрін? Жоқ, әрине. Бұл мәселені өзім қадағалаймын. Бала ғой енді. Жағдайды реттейміз. Жұмыстан шығарамын, қызметінен босатамын деңіз. Реттейміз деп қоясыз. Осы күнге дейін неге реттемеңіздер? Дамбаларды қайта жөндеуге жақын арада қаржы бөлеміз облыстан. Біз ойланып қарасақ, орынбасарыңыздың айтқан сөзі өте орынды. Іштей риза болып қалдым. Іске кірісіңіздер. Жақсы, әрине. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Шешілді бұл мәселе. Жұмыстан шығаратын болдыңыз ба? Жоқ. Қаржы бөлінетін болды, жақын арада. Бұл әрине дұрыс. Бірақ зачем телевидениеге сұхбат беріп, шулатып? Күлсара Тілеужанқызы. Ең бастысы результат. Мәсі. О. Байқай менің томпақ қызыма кілең осындай жігіттер ұнайтын сияқты ғой. Болды. Ертеңнен бастап мен де денемді тура осы жігіттердің денесіндей қылып аламын. Қалай еді өзі? Қайрош, бағана сен акиматтың жанына нағып жүргенін айтпадың ғой? Мансұр деген мастерге апарып мынаны жөндетіп заводской қылып шығардым ғой. Иә, ол кісі мастер ғой. Мәшіненің ішіне туылған адамдар дейді бұндайлар. Қолы гүл дейді ғой. Иә. Ана эстоның ішіне жазып қойған көрдің ба? Не депті? Қоянды қамыс өлтіреді, эсточникті таныс өлтіреді деп қойды. Қарызға жөндемеймін деп мәдениетті түрде жазып қойған ғой енді. Айтпақ Шарман, ана Сикошпен Құдашаны естің ба? О, айтпаш сұмдық бопты ғой. 4 миллион недостачаны 3 жылда бөліп төлейтін бопты ғой. Соншы Сикош әдейі істеді ау деп ойлаймын. Ана кредит алып процентпен төлегенше, оданша недостачаға процент төлейін деді ау деймін. Осыдан көресің, Сикош бар ғой, Талдықорғаннан жер алып 4 миллионға времянка сап алады ау. Мансұр аферист.
Мәзіл деп айттым я. Ойбай кәсіп. Алматы ушишка, жаным, жди меня, Кайраш едет к тебе. Сөзіңді берші